Ассаламуалейкум, құрметті достар. Сіздермен бірге Medina Group компаниясы және де мен Ян. Өздеріңіз білетіндей, біз Кореядан автокөлік тасимыз. Және де осы корейский сегменттегі ең танымал әрі жақсы сұранысқа ие екі автокөлікті бүгінгі видеода салыстыратын боламыз. Бұл бізде қазіргі сәтте ең танымал әрі сұранысқа ие Hyundai Grandeur және де осындай Kia K7 автокөлігі. Екеуі де 3 литр, екеуі де 2013 жылғы. Бұл автокөліктерді біз 4 критерий бойынша салыстыратын боламыз. Ол бізде сыртқы дизайны, бағасы, клиенттердің сұранысы және де қол жетімділігі. Бірінші автокөлігіміз Kia K7. Мінекей, осындай қара түсте, идеальный состояние. Бесключевой доступ, повторитель поворотника, осындай жабраларымен, титановый фирменный дисклермен, және де линзовый оптика бізде фара бұрышты өткір болып келеді. Және де алдыңғы решетка Kia'ның фирмалық жолбарыс тұмсықты болып келген. Мінекей. Одан бөлек астында противотуманка, LED фаралар. Және де бұл автокөлікті сіз өзіңізден бөлек басқада қызыңызға, әпкеңізге, ағаңызға сыйлағанға да өте керемет вариант. Алсаңыз ұялмайтын. Бұл автокөлік бізде бизнес-класс болып келеді. Сол себепті бұлда адам жан рахатына керек бүкіл комфорт бар. Міне, ішіне келетін болсақ, біріншіден көзімізге не түседі? Лакированный деревянный ставка. Бізде адам сиденьеға жайлылық беретін обдув, подогрев сидений, подогрев руля. Міне бір кілтімен екен. Подстаканник, 6 ступка коробка автомат. Және де драйв, және де эконом керек кісілерге драйв моды бар. Бұл жерде бізде спорт, эко және де стандарт болып жүреді. Және де одан бөлек мультироль өзін Kia'лардың фирмалық элегантный сағатымен жүреді. Бізде кожа осындай бежевый әрі қара түспен ерекше үйлесіп, әдемі бет беріп тұрған. Бұл бізде ерекше комплектация болып келеді. Заводтан бұндай көп шықпайды. Және де бұлардың полный комплектацияларында жоғарыда панорамный люк және де полный 360 камерасы қамтылған. Kia K7 автокөлігі бізде бизнес-класс болғандықтан салмақты стильді береді. Бұндай автокөлікті көбінесе офиста істейтін кісілерге және де 30-35 ашқан кісілерге өте жақсы вариант. Ал Kia K7 автокөлігінің тікелей қарсыласы бізде Hyundai Grandeur. Бұл автокөлік жүріс кезіндегі динамикалықты және де жұмсақты беретін автокөлік. Міне решеткасына қаратын болсаңыздар, тікелей сарқырама тәріздес және де жүрген кезде трассада бәрін суырып өтетін автокөлік болып келеді. Міне бұл автокөлікте комплектация бойынша 360 камера, міне осындай LED фаралар және де алдыңғы және де боковой парктрониктермен қамтамасыз етілген. Осындай туманкілермен ерекше. Және де міне повторитель поворотника, бесключевой доступ, 360 камерасымен полностью қамтырылған. Және де осындай панорамный люк және де осындай москитный сеткамен қамтамасыз етілген. Ішіне келетін болсақ, бұл автокөлікте бізде полный отырған кезде жайлылықты беретін автокөлік. Полный осындай кожа қоңыр салонда жасалған. Қара цвет осындай қоңыр кожамен жақсы үйлеседі. Мінекей, бізде комплектацияда память сидений, полный электропакет, бұл автокөлік және де ерекше JBL акустика. Мінекей, руліне келетін болсақ, полный мультироль, жайлылыққа керек барлығы бар. Мінекей, комплектация бойынша сиденьяда подогрев, обдув қамтамасыз етілген. Одан бөлек ручник бізде электронный. Автохолд, задний шторка және де ассистент парковки секілді функциялары да қамтамасыз етілген. Одан бөлек автокөлік бізде 2011-ден 2013-тен бері шығарылып келеді және де қазір сәтте ең жақсы сұранысқа ие автокөлік. Баға жағынан келетін болсақ, бұл екі автокөлікте бізде рынокта бір бағаны ұстап тұр. Айырмашылығы тек сіздің таңдауыңызда. Сізге осындай Hyundai ұнай ма, әлде Kia ұнай ма? Комментарийға жаза кетіңіздер міндетті түрде. Осындай автокөліктерді в наличии және де Кореядан заказ бергілеріңіз келсе, бізге жазсаңыздар болады. Төменде номер болады, соған жазыңыздар. Және де комментарийға міндетті түрде өз таңдауларыңызды жаза кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Medina Group компаниясы. Ассаламуалейкум, қош, сау болыңыздар.